Балам, сен әкеңнің ұрпағының жалғасысың, шаңырақтың иесі боласың. Сондықтан екеуміз осындай шаңырақ жасайық, я, біздің шаңырақты. Алмалыға күн көнбейді тағдырдың салғанын аяп. Көрмегелі көп айдан жүзі болды адамның хабарын. Балам, қарашы, екеуміз мықтығып жасаған шаңырағымыз дайын болды. Саған ұнады ма? Керемет пе? Қоландай жүрік майда жалай, бар мекен бізде ынтызарай. Ішінде топ қарағай уәделескен, көзіңнің мөлдірін ай. Балам, қазақта бір сөз бар. Дастархан бар жерде береке болады. Міне бізде бауырсақ, нан, я? Бізде қазақта бауырсақты қорламаған, аяқ астына тастамаған. Өйткені бұл нанды қасиет бар деген. Өйткені нан еңбекпен келеді. Балам, біздің қазақта дәстүріміз бар, ас ату деген. Яғни үлкендер кішілерге өз қолымен дәм татқызады. Балам, мен саған тек тағам емес, мен саған тәрбие беріп жатырмын. Қаршығадай, мойным талдай, көзіңнің мөлдірін ай. Балам, осы біздің дастарханда ұрпақ тәрбиеленеді, бата беріледі, бұл дастарханда мейірім беріледі. Сен енді шаңырақтың иесісің, я, ер жеткенде. Сондықтан осы біздің дастарханға бата бере ғой. Байық, сенге сауық, тамақ екен, анаңға көп рахмет. Бүгінгі жайылған кішкентай алақан ертең ел қорғайтын азамат болады.